Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Негізінде біздің осы ұстанып отырған дініміз, мана ағаларымыз айтып жатыр, осы діндердің ішіндегі, әлемдегі ең ұлы діндердің ішіндегі бірі. Біздің халқымыздың басына небір күндер өтпеді. Сол тарихтың бүкіл азабын татқан халқымыз діндердің ішін таңдай келе, осы діндердің ішіндегі данасы, ең соңғысы, ең көркемі болған, пайғамбарлардың ең соңғы мөрі болатын Мұхаммед алейхиссалам алып келген осы ұлы дінді таңдапты. Бұны біз мирас қылып қабылдауымыз да керек. Әрбір мұсылман адам осы дінді өзіне мирас қылып, бабалардан қалған бір үлкен дүние бол, мұны көзімнің қарашығындай сақтайын деп білгені абзал болады. Осы біздің ұлы дінімізде Рамазан айының құдіретін, құрметін көптеп айтып жатады. Халқымызда басқа айларға ат қоймаса да балаларына, мысалы енді советтің кезінде болды, енді октябрь, ноябрь деп ат қойғандар. Дегенмен, мына ұлы айлардың ішінде Рамазан деп ат қою сол совет өкіметі кезінде де бар еді, одан кейін де бар. Мұны қарасаңыз, осы Рамазанның құрметін, қадірін халқымыз тіпті сондай бір қыспақ, қиын қыспақ дәуірде де ұмытпағандығы, сондай бір тағдырдың тезі, сондай бір жаңағыдай қиын қыстау замандардың өзі халқымыздан Рамазан айының ұлылығын шығара алмағандығы біздің халықтың жүрегіне бұл айдың керемет махаббатпен отырғандығы бар. Осы айдың ұлылығының, құдіретінің бір куәсі Құран-ы Кәрим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға алғашқы Құран аяттары білімменен, оқы деп білім ізденуменен түсті. Бұл көп адамдар ойлайды, мұсылмандар дамымай қалған, мұсылмандарда еш нәрсе болмаған дейді. Рас, халықта, бізде исламда сондай бір сөздер бар. Менің атам пәленше деп мақтанған адам мақтаншақ дейді. Мен төленшемін деп мақтанған адам рас айтады дейді. Аталарымызды айтып мақтанайық десек ұялып тұрмыз. Дегенмен бір шетін айтып кетсек, жер бетіндегі ең алғашқы картаны жазған Ибн Халдун деген кісі мұсылман. Жер бетіндегі медицинаның атасы Ибн Сина намазхан кісі. Алгебра деген арабтың тілінен әл-жабр деген сөзден алынған. Бұны да мұсылмандар ойлап тапты. Ең алғашқы үш бұрышты парусты кемені ойлап тапқан да Испанияның мұсылмандары. Компастың бір шеттерін ойлап тапқан да испаниялық Ибн Халдун деген ғалым кісі. Біздің Әл-Фарабиді айтыңыз. Жер бетіндегі соншалықты астрономияда және басқа ұлы ғылымдарда, философиясында, ұлы ғылымдарда елеулі орын алып, есімін айтқанда тек біз ғана айта алмай, яғни бұл тек қазақтікі деп емес, бәлки бұл әлемдікі деген атқа еге болған кісілер. Яғни біз қазақ егелік қылайық десек, енді әлем келіп, жоқ, бұл бізге, бәрімізге, жалпымызға ортақ деп айтады. Қарасаңыз, ислам халыққа байлық, берекеден бұрын білімде қатты мықты дамуды алып келді. Көп адам ойлайды, мен батыс жақтың нәрсесін ұстансам дамимын дейді. Білесіз ба? Батыс жақта сондай бір пікірлер бар. Біздің қазақтың мына тақиясын кимейді олар. Біздің қазақтың шапанын олар кисе ұят санайды олар. Олар бір төмен халық санайды. Ал біз сол ұялмастан, сол батыстың қалып кеткен үлгідегі бір кепкаларын, солардың бір тізесі жыртық шалбарларын киіп мәз боламыз, сымдарын киіп. Сөйтіп сол батысқа мәдениеттендік дейміз. Сенсеңіз, олар біздің мәдениетімізді қадірлемесе, біздің құрметімізді ұлыламаса, біз қалай оларды ұлылаймыз? Қалайық өзіміздің бабаларымыздан қалған дәстүр,
өзіміздің бабаларымыздан қалған нәрсенің өзі бізге жетіп артатын еді. Жер бетінде бірде бір дін жоқ, өзіне түскен кітапты жатқа білдіргізетін. Ол бір ғана дін, ислам діні. Бүкіл Құранды жатқа жаттайтын, өзінің діни кітабын жатта, миында алып жүру, бұл үлкен бейнет. Құранның сондай бір қасиеті бар. Пайғамбарымыз айтады, Құранды қанша жаттаған сайын, ол Құран бейне асау түйе сияқты бола береді дейді. Асау түйені қалай ұстайсыз? Жүгендеп ұстайсыз. Егер сәл жібін бос қойсаңыз, болды, кетіп қалады. Құранда сондай екен. Құранды қайта-қайта жаттай бересіз. Қарапайым айтайық, Құранды жаттау үшін орта есеппен 1 жылдан 5 жылға шейін уақыт кетеді екен. Құранды бір жаттап көтергенге шейін. Ал енді жаттап алдым дегеннен кейін әлі оны қолға ұстап игеруге тағы да бір 10 жыл көлемінде уақыт дейді. Қараңыз, 15 жылда ол кісі қари болса енді, 15 жылдан кейін ол кісі енді бір күн, 2 күн Құранын қайталап оқымай қалса, қайтадан ұмытып кетеді дейді. Ойлаңызшы, не деген бейнет. Сонда біреулер сұрайды ғой, енді Құран осындай қадірлі, қасиетті болса, неге мұншалықты ұмытыла береді десе, бұл Алланың Құранға берген қасиет екен. Көп оқыған сайын сауап алады адамдар. Көп қайталаған сайын сауабы көп болады. Сол үшін халқымыз айтады, Құранның көп оқығандығынан зияны жоқ деп те айтып жатады. Рас ол. Бұл бекер сөз емес еді. Құранды жаттап алған адамның өзі қайта-қайта оқи бергеннен кейін ғана соны ұстап тұрады екен. Ал енді оны жаттағанның қасиетіне келсек, бұл Құран айы ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім Құранды жаттап, соған амал жасаса, сол жатталған нәрсесіне түсініп, соған амал жасаса осы дүниеде, ата-анасына сол кісінің қияметте басына нұрдан болған тәж кигізіледі екен. Бүкіл адам атадан соңғы өлетін адам баласына дейін бүкіл халайықты тірілтеді. Ойлаңызшы, неше халайығы? Бір қаланың елі емес, бір облыс емес, жоқ. Адам атадан бастап ең соңғы өлетін сол кісінің перзентіне дейін. Соның бәрі тірілген кезде сол халайықтың алдына шығарып, ей халайық, мына пәленше мен түгенше деп ата-анасының есімін айтып, сол халайықтың алдына абыройды қараңыз, е? Ұлдары, не қыздары Құран жаттады, соған амал жасап дүниеден өтті деп, міне менің сыйым деп сол кісілерге нұрдан болған тәжден тәж кигізеді дейді. Сонда сол тәжді лағыл тастармен безендірілгендігі сол бір тастың өзі дейді. Сол тастың нұрының өзі жанына күнді қойса, күн сары күлше сияқты сары домалақ бір нәрсе болады. Нұрсыз. Яғни күн шығып тұрған уақытта қолыңызға сіріңке алып жағып көрдіңіз ба? Не болады соның нұры? Не жарық береді сол сіріңке? Бір сары ғана, бір жылтыр ғана алау сияқты болады, бір жаңа жылтыраған бір тіл болып тұрады. Дәл күннің нұры әлгі тәждің жанында сары күлше сияқты домалап тұрады дейді. Бұл ата-анасына берілген құрмет. Ал өзіне қандай құрмет десеңізші? Өзіне Құран жаттаған адамға, 30 адамға, өзінің жан ұясының ішінде 30 адамды Алланың алдында шапағат етуіне рұқсат беріледі. Өзінің жақын досы, туысының ішіндегілерден. Сол үшін біз әлі күнге шейін мақтанатынымыз бар. Менің бабаларымда қари өткен, менің бабаларымда осындай ұлылар өткен деп бекер емес ол. Өйткені сол ұлы кісілердің шапағатқа лайықты болатындығын пайғамбарымыз айтып кетеді. Бұл Құран айы. Шамасы жеткен адам, Құранды арабшасынан шамасы жетпеген адам, еш болмағанда соның аудармасын бір мәрте болса да оқып шығу міндет болады. Ол міндетті біздің халифаларымыздың бірі Омар халифа айтады. Күндердің күні алдына бір кісіні, бір жігітті алып кепті. Не болды десе, бұл ұрлық жасады. Ислам шариғатының заңы бойынша белгілі бір дәрежедегі мөлшерден жоғары ұрлаған адамның қолы кесіледі екен. Содан бұның қолын кесеміз деп тұрғанда әлгі жігіт айтады, маған уәж айтыңдаршы Құраннан, не пайғамбардың сөзінен, мен мұның қол кесетінін білмедім дейді.
Сонда Құраннан келіп аят келеді. Ол кезде сол Құран аяты мансұх болмаған аят екен. Ас-сариқу ва-сариқату фақтау айдияхума деп келетін аят екен. Ұры әйел мен ер кісінің қолын кесіңдер деген бұйрық бар екен. Сол бұйрықты оқыған кезде әлгі жігіт басын ұстайды. Мен бұны оқымадым. Егер мұны оқығанда мұны жасамайтын едім дейді. Сонда барып Омар ойланады. Мына халықтан Құран ұзап кетіпті. Енді халыққа Құранды насихаттау керек. Осы Құранның ішіндегісін халыққа жеткізу керек деп, ораза айында тарапы намазын 20 ракағат оқуды. Және сол тарапы намазында бүкіл Құранды бастан аяқ оқып хатым етуді бұйрық береді. Содан бері сол бұйрық әлі келе жатыр. Егер сіз арабшасын түсінбесеңіз, шамаңыз жеткенше орысша, не қазақша, өзіңізге жақын тілде сол Құранды бастан аяқ оқуыңыз сіздің мұсылмандық міндетіңіз болады. Осы айда, бұл Құран айы. Ұстазым айтады, Абдулмаджид Зиндани. Өткенде интернетпен хабарласып отқан 3-4 ай болды. Сол кісі айтады, мен бір уақиға айтайын дейді. Мешіттен уағыз айтып, сабақтан шықсам, бір жас қыз бала тұр дейді алдымда шығып. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Менің бір сауалым бар еді. Айтыңыз. Мен ата-анама білдірмей Құран жаттасам бола ма деді дейді. Сосын таңғалдым дейді. Енді бұл қызық сауал екен. Енді Құран деген жақсы нәрсе, жарайды, айтпасаң айтпай-ақ жаттай бер дедім дейді. Бірақ енді өзім оның сауалдың не үшін екенін білгім келіп, неге бұлай жасырын жаттағың келді деді. Сонда ол қыздың жауабы мені сол жерде қазық қылып қақты да қойды дейді. Сонда әлгі кішкентай ғана қыз бала айтты дейді. Қиямет күні ата-анама нұрдан болған тәжді сыйлағым келеді деді дейді. Қараңызшы, перзенттің соншалықты ата-анасын сүйгендігі. Нұрдан болған тәжді ата-анама қияметте сыйға тартқым келеді. Білдірмей. Сол үшін мен білдірмей бүкіл Құранды жаттап алсам деймін деген екен. Халайық, өздеріңіз енді мына заман болды, қандай ауыртпашылық болды, Совет өкіметі болды дедіңіздер. Одан кейін 90-шы жылдардың тербелдеңі болды. Осындай бір ауыр замандар енді өтіп, көзіміз ашылып, кішкентай жолымыз кеңейген заман болды. Шамаңыз жетсе, әлі де кеш емес. Өйткені пайғамбарымыз айтады, тал бесіктен ат бесікке дейін білім парыз дейді. Тал бесік деп біздің сәби кезіміздегі жататын ағаш бесікті айтады. Ат бесік деп қабірдің басына қойылатын құлпытасты айтады. Осы екі аралықта еш қашан шамаңызды, уақытының жалқаулықты тоқтатпастан білім іздеуіңіз керек. Міне, жаңалде ағаларымыз сөйлеп отыр. Бұл кісілер негізі Совет өкіметінің тәрбиесін алды. Ал енді қарасаңыз, қазіргі кездегі ислам білімінде қай уақытта бұл кісілер қай жерлерден оқып алып жатыр деп таңғалып отырасыз. Яғни өзінің заманыменен, мысалы, болды жасым келді енді, пенсияға шықтым, болды менен сол дәуірде қап кеттім деп, сол дәуірдің бір шетін ғана ұстап қалмай, осы үлкен ағаларымыздың өздері осы ислам дінінің хақтығын, осы тәуелсіздігімізбен бірге жеткендігін біліп, соны зерттеп, өздерінше оқып әлі ізденіс үстінде. Яғни өмір бақи, бұны іздеп өтсеңіз, бұның исламның байлығын таба бересіз, жүрегіңіз жібіп, осыған бара береді. Ұзын сөзін тобықтай түйіні бауырлар, бұл Құран айы. Құран айы болғаннан кейін Құранды дәріптеп, осыған амал қып, Құрандағы бар нәрсеге көбірек еліктеп, соны көбірек естіп, шамаңыз жетсе аудармасымен толық оқып шығуға әрекет жасасаңыздар екен. Рахмет естіңдеріңізге.